Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Бүгін осы видеода Honeygain программасынан ақшаны қалай шығару керек, яғни қайда шығаруға болады, сол жайында айтатын боламыз. Өткенде видеода айтқам, яғни Honeygainге тіркелу жайындағы видео. Соған қарап, ары қарай тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алсаңыздар болады. Менде қазір осы 23-те 91 цент жиналды. Осы ақшаны енді PayPal деген программаға шығаратын боламыз. Honeygainнен ақшаны шығару үшін минимальный, яғни ең аз дегенде $20 жинау керек. $20 жиналған кезде уже сіз запросить выплату деп тұр ғой, сол запросить выплату деген кнопка басылатын болады. Ал қазір сіздерде $20 жетпесе, ол басылмайды. Менде қазір 23-те 91 цент бар. Осыны қазір шығаратын боламыз. Яғни қазір запросить выплату дегенді басамыз. Бастық. Үстінде доллар SSH PayPal деп бір, астында GMT деп бір. Биткоин болған бұрында, қазір ол істемейді. Қазір осы доллар, яғни PayPalға шығаратын боламыз. Яғни бұл жерде 15% комиссиясы бар екен. Қазір міне готовы ли вы забрать свой заработок деп бір, 23-те 92 $23.92 цент. Запросить выплату деп басамыз. Енді осындай қазір осы Honeygainге тіркелген кездегі электроник поштаңызға код келеді. Сол кодты осы жерге жазасыз. Қазір маған келді уже. Келді Honeygain TM деп бір. 618. Қазір жазамыз. 660-ны. Қазір тексеріп көрейік. Так, солай еді да. Так, отправить код деп басамыз. Ваше $23.92 уже в пути деп тұр, көрдіңіздер ме? Уже $23.92 жіберілді. 48 сағаттың ішінде сіздің электроник поштаңызға хабарлама келеді. Ол хабарлама, ол жаңағы тип 6 деген сервер бар. Яғни сіз әзір сол тип 6 деген серверге жібердік ақшаны. Сол тип 6 деген сервер, сосын сіз сол жерге тіркелетін боласыз тип 6-ға. Тіркелгеннен кейін, данылар енгізіп болғаннан кейін ары қарай сол тип 6 Honeygain жіберген ақшаны сіздің PayPal-ыңызға жіберетін болады. Қазір менде 0 болып тұр бәрі, баланс. Қазір историяны көрсетейін. Выплатаны. Міне көрдіңіздер, 24 июнь күні жіберілді, 23-те 92 $23.92 цент. Енді жаңағы электроник поштаға қашан келетінін жаңағы тип 6 деген сайттан SMS-тің соны күтеміз. Ол келген кезде сол сайтқа тіркелетін боламыз. Қазір мен PayPal-ымды көрсетейін, ішінде қанша ақша бар екен. Менде қазір $36.12 бар PayPal-ның ішінде. Осы PayPal-ға жаңағы ақша келіп түсетін болады. PayPal әлі сіздер ашпаған болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар, ашып ішіне карталарыңызды привязка жасап қойсаңыздар болады. Менде уже Каспий Голд'ымды привязка жасап қойғам, осы PayPal-ға. Ақша түсетін болса, сосын сол Каспий Голд'қа аударып алуға болады. Міне көрдіңіздер, менде Каспий Голд тіркеліп тұр. Осыған аударып алсаңыздар болады ақша түскеннен кейін. Не болмасам, кез келген американский сайттар, не болмаса Қытайдың сайттары арқылы төлемдер жасап, PayPal-мен зат тапсырыс берсеңіздер болады. Міне арадан енді 3 күн өтті. 3 күннен кейін маған электроник поштаға, яғни Honeygainге тіркелген электроник поштаға SMS келді, яғни тип 6 деген сайтқа тіркеліңіз деп. Соған қазір кіреміз, яғни сол сайтқа
данныйларыңызды жазып тіркелетін боламыз. Міне осылай келеді, ссылкасын басасыздар, тип 6 деген сайт ашылады. Тілді өзгертіп аламыз орысшаға. Өзгерттік. Енді данныйларымызды жазамыз. Жоғарыда автомат түрде email, яғни Honeygame'ге тіркелген email автомат түрде жазылып тұрады. Астына парольдарды енгізесіздер. Парольде міндетті түрде үлкен әріп, кішкентай әріп және цифр символдар болу керек. Болмаса қате деп өткізбей қоюы мүмкін. Осы жерде секретный код сұрайды, яғни сіздің сұраққа жауап, яғни сол сұраққа жауапты бір жерге жазып қойыңыздар, не болсам сақтап қойыңыздар телефонға. Яғни бұны жоғалтсаңыздар, паролін ұмытқан кезде восстановление ете алмайсыздар. Менде уже регистрация өтті. Енді қазір войти деп сол логин паролмен кіреміз. Осы жерге қазір жоғары логинді жазамыз, яғни Honeygame'дегі логин. Honeygame'де тіркелген email'ды жазамыз осы жерге. Міне қазір мен өзім сол Honeygame'ге тіркелген email'ымды жазамыз. Сіз өздеріңіздің жазасыздар Honeygame'ге тіркелген. Сосын астына жаңағы енгізген парольді, ойлап тапқан парольді жазамыз. Яғни бұл жерде тип 6 мен Honeygame'нің паролі екі түрлі. Екеуін бірдей қылып жазбасаңыздар да болады. Бұл жерде Қазақстанды таңдап аламыз. Яғни бұл жерде қазір телефон нөмірді енгізіп, сол одноразовый парольді дәлелдейміз, яғни бізге тиісті екенін білдіру үшін. Мен өз нөмірін берем, отправить код деп басамыз. Сосын қазір код келу керек. Сосын тағы бір айтатын жайт, бұл жерде егер код келмесе телефон нөмірге, яғни Honeygame'де қандай телефон нөмірге тіркелген, сіз сол телефон нөмірді осы жерге жазу керек болады. Егер басқа телефон жазсаңыз, оған код келмеуі мүмкін. Маған код келді қазір. Проверить деп басамыз. Міне, болды, тіркелдік. Қазір тағы ашылайын деп жатыр. Міне, бұл жерде енді адрестеріңіз, өзіңіздің адрестеріңізді енгізесіздер. Бұл жерде мына физический лицо деген тұр ғой, соны белгілейміз. Сосын жерде номер телефона деген жерге Қазақстанды тауып аламыз. Қазақстан плюс 7 деп басталады. Телефон нөмірді енгіземіз. Телефон нөмір бұл PayPal-ға тіркелген телефон нөмірлеріңізді енгізесіздер. Яғни PayPal-да регистрация жасайтын кезде осы телефон нөмірді осы жерге енгізесіздер. Имя деген кезде аты жөнін жазасыз, фамилия жазасыздар. Адрес деген жерге электронный поштаны жазасыздар. Бұл жерде электронный поштаға өзіңіздің жаңа PayPal аккаунтын ашасыз ғой. PayPal аккаунтын ашқан кездегі email жазасыз. Honeygame'дікін жазбайсыз. Бұл жерге сол PayPal-дікін жазасыздар. Қаланы жазасыздар, индекс жазасыз, странаны белгілейсіз. Болды, сонымен ары қарай далее деп басамыз. Далее деп бастық. Осында бет ашылады. Контактын данныйларын тексереміз. Бәрі дұрыс болса, подтвердить и продолжить деп басамыз. Бастық. Енді способ платежа деп бір екінші қадамға өтті. Енді бұл жерде PayPal-ыңыздың данныйларын енгізіңіз. Яғни бұл жерде PayPal-ға тіркелген email-ды мына жерден долларды өзгертеміз. Қазір менде евро болып тұр ғой. Соны долларға ауыстырамыз. Доллар өйткені мен доллар ретінде лақтырайын деп жатырмын ақшаны. Сондықтан долларға ауыстырамыз. Данныйларды енгіземіз бұл жерге. Имя, фамилия, толық аты жөніңізді бәрін. Яғни PayPal-да қалай жазылып тұр, солай енгізу керек болады. Міне готово деп шықты бәрі. Енді барлығы тіркелді, бәрі окей болды. Яғни PayPal аккаунтқа привязка болды. Яғни сол PayPal аккаунтқа енді осы тип 6 деген сайт маған ақша жіберетін болады. Міне көрдіңіздер, мына жерде комиссиялар жазылып тұр.
қанша менде комиссия ұстайды, бәрі осы жерде жазылып тұратын болады. Көрдіңіздер, міне 2% ұстайды екен транзакцияға. Міне осылай комиссия ұстайды екен. Енді күтеміз, яғни электронный почтаға, адрес электронный почта деп тұр ғой, сол жерге SMS келу керек. Сіздің ақшаңыз түсіп келе жатыр деп. Міне маған уже ақша кеп түсті. Көрдіңіздер, арадан 2 күн өткеннен кейін ақша келіп түсті. 27-сіне тапсырған болсам, 29-ына уже маған ақша келді. Көрдіңіздер, міне Honey Game деп тұр, көрдіңіздер ғой. Электронный поштаға осындай хат келеді. $21.44. Менің PayPal шотыма келіп түсті. Бұл жерде комиссия сонда $2 $2-дан асық ұстап тұр, көрдіңіздер. Менде $23.91 жиналған еді. Маған қазір $21.44 келіп түсті. Қазір PayPal аккаунтына кіріп көрсетейін. Міне көрдіңіздер, мына жерде Honey Game деген электронный поштадан келді. Яғни сол электронный пошта, яғни Honey Game'нің сайтынан келіп түсті деген сөз ақша. Қазір мен неге кіріп көрсетейін? PayPal аккаунтыма кіріп көрсетейін. Міне қазір PayPalға кіреміз. PayPal аккаунты ашылып жатыр. Программасы. Міне көрдіңіздер, $57.56 көбейді. Астында көріп тұрған болсаңыздар, қазір 21.44 кеп қосылды маған. Болды, осылай PayPal аккаунттарыңызды осылай шығарып алсаңыздар болады ақшаны. Honey Game программасына тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астына сілтеме қойып қоямын, сол арқылы кіріп тіркелсеңіздер болады. Бұл сайт алдамайды, шынымен де ақша төлейтін сайт. $20 жеткен кезде осылай PayPalға шығарып алсаңыздар болады ақшаңызды. Қазір міне көрдіңіздер, мына жерде қанша доллар комиссия ұстап қалған, соны көрсетіп тұр. Менде комиссиясы $2.48 ұсталыпты. Яғни осы Honey Game программасынан мен PayPal'ыма кеп түскенге дейін. Солай достар, барынша видеомен бөлісіңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар, сұрақтар болса, астына комментария жазыңыздар. Тіркелу жайында видео жасағанмын өткенде. Сол видеоны осы описание салып қоямын, соған қарап тіркелсеңіздер болады. Келесі видеода Жантаск деген программаны қалай қосуға болады, яғни Honey Game'дегі, және соған ешқандай комиссиясыз ақшаны қалай шығаруға болады, соны көрсететін боламын.